Экөө болмай, мал экөө болмайды дегенде енді оның философиясын мен былай түсіндірем. Нөлден үйленуге болмайды енді әрине. Шамалы фундамент болу керек. Бірақ бывает же цели одинаковые, да? Ты понимаешь, қызбен таныстың. Оның амбицияларын көріп тұрсың, мақсат мұраттарын көріп тұрсың, мүмкіндіктерін көріп тұрсың, қолынан келетін білімін көріп тұрсың. Оның жаңағы тәрбиесін көріп тұрсың, шамамен неге шамасы жетеді, сенімен бірге шапқан кезде скорость қандай болады біліп тұрсың. Сол бірге шапсақ, малымыз екеу бола алады деген ой келсе, міне сол малдың екеу болғаны. Бірақ менде қазір мал жоқ, бірақ мен үйленіп алғаннан кейін амал жоқ малды екеу қыламын деген ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Үйлес, жаңағы Мұхтар Шаханов маған бір 2 жыл бұрын интервью берген кезде, сана биігінде тоғысқан адамдар ғана ұзақ өмір сүріп бақытты болады дейді ғой. Қатынап бала туғызу ақылды қажет етпейді дейді, өзінің өлеңінде жетінші түйсікке. Мысалы, ақылды қажет етпейді, туғыза салу, бірақ үйлене салу, той жасай салу, қазір өте оңай.